Hello, we'll start English lesson 2, part 1. This lesson will be about this, that, these, those. These are demonstrative pronouns. Біз ағылшын тілінің екінші сабағының бірінші бөлімін бастаймыз. Бұл бірінші бөлімде осы есімдіктердің, сілтеу есімдіктерінің болымды және болымсыз сөйлемдерде қолданылуы болады. Келесі екінші бөлімі сұраулы сөйлемдер жайында болатын болады. Бастаймыз. This, that. Бұл, анау деген сілтеу есімдіктер. This, жақын жерде тұрған нәрсе. That, анау, қашықта тұрған нәрсе. This is a table. Мынау стол деген сөз. Мына TH әрпін біз бірінші сабақтың үшінші бөлімінде өткенбіз. Ағылшын тіліндегі тіспен айтылатын екі дыбыстың бірі осы. The. This. Осы сөйлемде 4 элемент бар. This, осы сілтеу есімдігі. Is, to be етістігінің үшінші жекеше түрде жіктелуі. Is, белгісіздік артикль. Ағылшын тілінде зат есімдер белгілілік немесе белгісіздік артикльдермен жасалады, айтылады. Осы сол белгісіздік артикль өткені бұл зат есім жайында біз бірінші рет әңгіме айтайын деп отырмыз. Әңгіме айтып отырмыз немесе. This is a table. That is an apple. Анау алма. Мынау n деген белгісіздік артикль өткені бұл дауысты дыбыстың алдында келіп тұр. Ал дауыссыз дыбыстың алдында келгенде болады, дауысты дыбыстың алдында n. Сонымен бұл стол деген this is a table. Анау алма. That is an apple. Міне осы айтылғандар жазбаша. Келесі бетте осы сілтеу есімдіктерінің көпше түрі these, those, бұлар, аналар деген сөз. Міне жіктеу to be етістігі көпше түрде a болып жіктеліп тұр. Жекеше түрде is болған. Ал бұл сөйлем бізде 3 элементтен тұрады. Өйткені көпше түрде белгісіздік артиклі қолданылмайды. Ал зат есім s жалғану арқылы көпше түрге айналады. These are tables. Those are chairs. Мыналар столдар, аналар орындықтар деген сөз. Ал жазылған осы s жалғанады деп айттық қой зат есімге. Бірақ кейбір сөздер басқашалау жасалады. Есте сақтап алу керек. Man, ер адам, men, ер адамдар, women. Әйел, women, әйел адамдар. Sheep, көпше түрде де, жекеше түрде де сол sheep болады. Affirmative sentences, болымды сөйлемдер. Singular, жекеше, plural, көпше деген сөз. This, бұл, мынау, that, анау. These, бұлар, those, аналар деген сөз. This is a house. Мынау үй, that is a school. Анау мектеп. A house, a school. This is a table. That is a window. Бұл стол, анау терезе. A table, a window. This is a duvet. That is a pillow. Бұл көрпе, одеял, анау жастық. Duvet деген француз тілінен ауысып келген сөз, сондықтан ол соңында T оқылмайды. This is a bus. That is a minibus. Бұл автобус, анау minibus. Bus. This is a car. That is a truck. Truck деген жүк машинасы. Бұл автомобиль, анау жүк машинасы. Truck. This is a shop. That is a shopping center. Бұл магазин, андағы сауда орталығы. Көпше түрі these are houses. Those are schools. A house, жекеше түрде осылай айтылады. Transcription астында тұр. Көпше түрде houses. Ана басқа сөздің бәрі сол жекеше түрдегі сөздердің көпше түрлері. Осы сөздерді үйде өздерің тағы да оқып, мына жекеше түр сөйлемдердің және көпше түрдегі сөйлемдердің құрамына мән беріңдер. Жекеше түрде to be етістігі is болады. Үшінші жекеше түрде көпше түрде a болады. Жекеше түрде немесе n белгісіздік артикльдер қолданылады.
сол артикльдер бір ғана зат дегенді білдіреді. Сондықтан олар көпше түрде қолданылмайды. Көпше түрде зат есімдерге s жалғанады. Ал енді осы бетте осы түсіндірілген нәрселер бойынша тест жасап көрейік. Мына сөйлемдерде is қолданыла ма, немесе a қолданыла ма? Is жекеше түрде қолданылады дегеніміз, a көпше түрде қолданылады. Сол to be-дің жіктелу формалары. Міне, this қайсысы болады? Is ба, a ма? Is. These көпше түрде to be-дің жіктелуі a. These are windows. Мыналар терезелер деген сөз. That is an apple. Бір ғана apple. Міне, артикль an apple болып тұрса, ол біреу деген. Сол белгісіздік артикль an, ол бір ғана нәрсе деген білдіреді. Ал міне, көпше түрде артикль қолданылмайды дедік қой, өйткені ол көпше, бір нәрседен көп деген сөз. That is a pillow. Бір ғана нәрсе олда жекеше түрде is. Those are cars. Аналар автомобильдер. These are buses. Көпше түр. Ал тағы бір тест жасап көрейік. Мына жерде singular or plural nouns. Жекеше түрдегі зат есім қолданыла ма, немесе көпше түрдегі зат есім қолданыла ма? Ағаш, тал, ол бір зат. Is. This is a tree. This is a tree. Жекеше түрде белгісіздік артикльмен қолданып тұрмыз. Ал мына жерде көпше ма, жекеше ма? Көше. To be-дің қай формасы қолданылады? A. These are көпше түрі. Көше дегеніміз ол street. These are streets. S жалғанып тұр, сонымен көпше түр жасалып тұр. That жүзу бассейні дегеніміз ол swimming pool. That to be-дің қай формасы қолданылады? Is. A swimming pool. That theater, a theater, is a theater. Жекеше түр. Белгісіздік артикльмен. Those көпше түрде are. Those are trees. Ағаштар деген сөз. These көпше түр ма, жекеше түр ме? Көпше түр. Are houses. These are houses. Ал бұл бетте біз осы сілтеу есімдіктермен жасалатын сөйлемдердің болымсыз түрлері қалай жасалады, соны көрейік. Не осылай жасалады? To be етістігінің жіктелулерінен соң is, are, сол етістіктерден соң not қосылаттағаны жасала береді. Өте оңай. This is not a table. Бұл стол емес. That is not a chair. Ол орындық емес. These are not tables. Бұлар столдар емес. Those are not chairs. Андағылар орындықтар емес. Бұл бетте біз сол negative sentences болымсыз сөйлемдерге арналған мысалдар. Үйде өздерің оқисыңдар, мен тек қана жекелеген сөздерді оқимын қазір. A window, терезе, a lamp, лампа, a painting, сурет, an ornament, орнамент, TV set, телевизор, doors, есіктер, a door, жекеше түрі, floor lamps, floor деген еден, lamps, сол еденде тұратын big лампа. Ал мына жерде this is not a window, this isn't a window, this isn't a lamp деп қысқаша түрімен де айтуға болады. Isn't деген сол is not-тың қысқаша түрі. Aren't деген are not деген қысқаша түрі, солай да айтуға болады.
Келесі kitchen, ас үйге, table lamp, столда тұратын лампа, portrait, портрет, vase, американдықтар бұны vase дейді, британдық вариант vase, statuette, кішкене ғана статуэтканы солай айтады, computer, ол компьютер. Сол сөздердің көпше түрлері. Өздерің үйде жаттығып, жаңа сөздерді жаттап жасай беріңдер. Әзірге осы видеомыз тамам. Сау болыңдар. Until next time.